Химия пәнінен 4-ші тоқсанға арналған 10-шы сыныптың жарты саны математика бағытына 90 бойынша жиынтық бағалауын талқылаймыз. Достар, видеоны қарамастан бұрын каналға жазылып, лайк басып, пікір қалдырып, достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Бұл мен үшін өте маңызды. Мен сіздерден қолдау күтемін. Сұрақтар легіне өтсек. Бөлшектердің ішінен нуклеофилді бөлшектер қатарын көрсетіңіз. Бізде 8 бөлшек көрсетілген. Соның ішінде екіншісі OH, және де төртіншісі CN, алтыншысы NH2 және де сегізіншісі NH3 бізде нуклеофилді бөлшектерге жатады. Келесі сұрақ: 4 атомды спирттердің тривиалды атауы бізде эритрит. Келесі сұрақ: төменде спирттердің формулалары келтірілген. 2 атомды және екіншілік спирттердің формулалары қайсысы? Бұл жерде бізде 3 пенен 4 болады. 3 және де 4-те бізде екіншілік спирт және де 2 атомды спирттер. Келесі 4-ші сұрақ: асимметриялы алкендер мен олардың қосылу реакцияларының өнімдері арасындағы сәйкестікті орындаңыз. Мына жерде бізде алкендерге реагент қосылуы жазылып тұр екен, және де реакция нәтижесінде түзілетін өнімді біз шығарып көрсету керекпіз. Біріншісінде бізде 1 менен 6 түзіледі. Яғни CH3, CH, CN, CH2, CH3 пенен. Алтыншысы бізде NS, CH2, 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 CH3. Одан кейін келесісінде екіншісінде бізде 2 мен 4 түзіледі. Одан кейін С-да бізде түзіледі 3 пенен 5. Полипропилен тұрмыстық және өндірістік маңызы бар пластмассалардың бірі. Полипропиленнің 3 құрылымдық буыннан тұратын формуласын жазыңыз, және де полипропилен, яғни PP, қолданылатын кез келген бір саланы атаңыз. Полипропилен қолданылатын сала ол тамақ салақталатын ыдыстар, және де оның құрылымдық буыны CH2, CH, CH3, сыртында N. Мономердің саны. Одан кейін полипропилен белгісі тұрмыстық зат ретінде пайдалануға болатындығын және де қайта өңдеуге жіберуге болатынын білдіреді. Мына бір жасыл түс. Полипропилен қайта өңдеуге жіберудің қажеттілігі туындайтын кез келген бір факторды ұсыныңыз. Бұл бізде ұзақ уақыт пайдалануға болмағандықтан. Және де полипропиленді қайта өңдеудің қажеттілігін түсіндіріңіз. Ұзақ уақыт ыдырамайды, және де экологиялық кері әсерін тигізеді. Ыдыраса ол заттар бөлінеді. Сол себептен оны біз қайта өңдеу арқылы организм емес, жалпы қоршаған ортаға оның зиянын тигізбей қолдана аламыз. Алтыншысы бізде крекинг түрлерімен жүру жағдайлары алынатын өнімдер арасындағы сәйкестікті анықтаңыз. Мына жерде бізде катализдік және де термиялық деп берілген екен. Енді жауаптар астына жазылып тұр. Қарасақ, катализдік ол катализатор, одан кейін алюмосиликаттар және де атмосфералық қысым, катализдікке авиациялық бензин, термиялыққа бізде 5-6 МПА және де автокөліктердің бензині жатады екен. Келесі 7-ші сұрақ: галоген алкандар, соның ішінде хлорорганикалық қосылыстар жиі қолданылады.
галоген алкандар жақсы еріткіш болып табылады. Мысалы, дихлорметан майды, каучукты, целлюлозаны, эфирін жақсы ерітеді. Ал хлоретан медицинада жергілікті анестетик ретінде қолданылады. Сонымен әртүрлі аэрозолдардың құрамына да кіреді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының шешімі бойынша дамыған елдер мұндай аэрозолдерді қолдануға тыйым салынған. Енді сұрақ: салқындатқыш зат, хладагент, реагент ретінде қолданылатын кез келген бір органикалық галоген туындыларын атаңыз. Және де хлор туындыларын қоршаған ортаға кері әсерін түсіндіріңіз. Бізде хладагент, фреон мен хлорметанда деген туындылары бар, галоген туындылары, және де хлор туындыларын қоршаған ортаға кері әсері. Бұл жерде бізде ауаға түскенде ультракүлгін сәулелердің әсерінен радикалдарға ыдырайды, және де озон қабатын бұзуға алып келіп соғатын әсері бар. 7-ші сұрағымыз аяқталды. Галоген алкандардың бойынша сұрақтарыңыз болса, комментария жазып өтсеңіздер болады. Келесі сұрақ: жалпы формуласы CnH2n-2 алкиндері болып келетін көміртектерге құрамда 3 еселі байланысы бар алкиндер мен құрамда 2 еселі байланысы бар деген көміртектер жатады. Егер көміртек саны 4 болса, онда осы алкиннің бір изомердің құрылымдық формуласын жазыңыз. Және де бірінші тапсырмадағы жазылған алкиннің изомері үшін сумен әрекеттесу реакция теңдеуін жазып өнімді атаңыз. Мына жерде біз бутинді алдық. Бутин 1 және де бутин 2, формуласы CnH2n-2. Бутиннің сумен реакция теңдеуінде бізде бутанол түзіледі және де бутанон түзілетін 2 реакция теңдеуі бар. Келесі 9-ші сұрақ: алкандар молекуласындағы бір сутек атомы галоген атомынан алмасқан көміртектердің галоген туындылары галоген алкандар деп аталады. Галоген алкандарға нуклеофилді орын басу реакциялар тән. Төменде 9-да 1-ші суретте галоген алкандардың спирттердің алыну реакциясы механизмі көрсетілген. Бромбутан молекуласы үшін мүмкін болатын изомердің формуласын жазыңыз. Бромбутан үшін мүмкін болатын изомер түрі ол бізде біріншісі, көріп тұрсыздар, көміртек 4, біреу, екеу, көрініп тұр ма? Біреу, екеу, үшеу, төртеу, и бром. Мына жақта біреу, екеу, үшеу, төртеу, и біреу, екеу, үшеу, төртеу. Қандай ерекшелік бар? Просто бромның орын алысып тұр. Жақсы. Бромбутанның бір изомері CN2 механизміне өте оңай түседі. Бұл қандай изомер? Осы изомер үшін бромбутан спирт алынатын реакция механизм жазып, сызып көрсетіңіз. Бұл жерде бізде бромбутан баяу отырған кезде реакция теңдеуі көрсетілген. Және мына жерде тез отырған кезде көрсетілген. Келесі 10-ші сұрақ: фенолдар. Фенолдар молекула құрамда көміртек атоммен байланысқан бір немесе бірнеше гидроксил тобы бар хош иісті қосылыстар. Фенолдар спирт немесе судан гөрі едәуір үлкен қышқылдық көрсетеді. Алайда қышқыл есебінде олар көмір және карбон қышқылдарынан әлсіздеу. Фенолдың қышқылдық қасиетін дәлелдейтін реакция теңдеуін жазыңыз. Фенолдарға сапалық реакция ол феррум хлориді және де сол ерітіндісімен әрекеттесіп күлгін түске боялады. Сонымен қатар бром суы да фенол үшін сапалық реакция береді. Фенолға бром суын қосқанда байқалатын құбылыспен түзілетін өнімнің формуласын жазыңыз. Ең бірінші қышқылдық қасиетін дәлелдейтін формула жазайық. С6H5OH-қа натрий OH қоссақ, бізде С6H5O натрий және де H2O түзіледі. Бұл бізде фенолдың қышқылдық қасиетін айқындайтын реакция теңдеуі. Фенол дегеніміз С6H5OH деген мұның фенолдың формуласы, қарапайым фенолдың. Енді мына жерде фенолға бром суын қосқанда байқалатын құбылыспен түзілетін өнімнің формуласын жазыңыз. Бром суын қосқан кезде мынандай өнім түзіледі және де бізде ақтұнба байқалады. Ақтұнба С6H2 бром 3 OH түзіледі бізде сапалық реакциясында.
Келесі осының жалғасы. Фенолдардың тағы бір қасиеті поликонденсация реакциясына түседі. Яғни фенол және формальдегид әрекеттесіп, фенол формальдегид пластмасса алынады. Фенол формальдегидті алыну реакциясын жазыңыз. Так, алыну реакциясы, фенол формальдегидтің көріп тұр фенолға формальдегидті қосқан кезде ұзын тізбекте көрілген, бензол сақинасы OH CH2, бензол сақинасы OH деп мына жерде қарасаңыздар, міне ұзын барлы бір формула. Енді фенол формальдегидті пластмассаның қолдануына бір мысал келтіріңіз. Мына жерде бірнеше мысал жазып өттік. Енді қайсы сіздерге ыңғайлы таңдап алсаңыздар болады. Біріншісін, екіншісін, үшіншісін, төртіншісін без разница. Ең біріншісін айтақ. Инженерлік өнімдердің ең ауқымы метрода жүретін эскалаторларға арналған қадамдар, құралдарға арналған тұтқалар және тағы да басқа жасауда, электротехникалық бұйымдарда, штепсельдер, розеткалар, қосқыштар, электр есептегіштерінде, электр үтіктер, электр қозғауыш корпусы, реле, магниттік стартерлер және терминалдық жәшіктер және тағы да басқаны қолданылды. Түрлі құрылғылардың корпустары сырты, телефон, камера, электрондық компоненттер бөліктері, радиотелефондар, катодты түтіктер, конденсаторлар және тағы да басқа. Қару-жарақтардың сыртын тіпті және де ас үй ыдыстарының элементі пышақ, кастрюль, шайба, газ плита және тағы да басқа жиһаз, шахмат, домино, кеңсе тауарлары, желімдер, лактар, соның барлығын сыртын жасауда қолданылады пластмасса ретінде. Келесі 11-ші сұрақ. Зертханашы оқушыға спирттердің ерітіндісін дайындап жатып, қай сынауыққа қандай затты ерітіндісін құйғанын ұмытып қалды да, сынауықтарды 1 және де 2 деп нөмірлей салды. Зертханашыға сіздің көмегіңіз қажет. Қай сынауықта этил спирті, ал қай сынауықта 3 атомды глицерин бар екен анықтауға көмектесіңіз. Сынауықтағы заттарды анықтау үшін реагенттердің формуласын жазыңыз. Этил спирті бізде анықтау үшін купрум оксиді және глицеринді анықтау үшін купрум гидроксиді. Енді глицеринге анықтаушы реагент қосқан кезде байқалатын құбылыс бізде күлгін түсті ерітінді пайдалы болынады, ал этил спиртіне реагент арасындағы реакция теңдеуі байқалатын құбылыс ол бізде қара түсті қызғылт түске ауысады. Қара түс және де қызғылт түске ауысады бұл жерде. Түсінбеген жерлеріңіз болса, міндетті түрде жазып өтіңіздер. Жалпы, мына жерде екі спирттің қандай айырмашылығы бар? Мына этил спиртінде OH тобы біреу ғана, ал глицеринде OH-тан 3 болады. Бір атомды көп атомды спирттер деп атайды ғой. Келесі, бір атомды алифатты спирттер, улы, мысалы метанол, жүйке мен тамырға қоздырғыш әсер етеді. Этанол сұйық есірткі, ұзақ әсер еткенде жүйке, ас қорыту, қан тамыр, бауыр, тағы да басқа аурулар тудырады. Спирттер органикалық қосылыстардың ішіндегі ең маңызды тобы, олар еріткіштер ретінде қолданылады. Бояулар, жасанды талшықтар, пластмассалар, хош иісті заттар, дәрілер, жуғыштар, тағы да басқа өндіру үшін жартылай өнімдер болып табылады. Этил тұрмыста сонымен қатар медицинада кеңінен қолданылады. Алкогольдік ішімдік ретінде ұзақ уақыт пайдалану барысында адам ағзасына кері әсерін тигізеді. Этил спиртін ұзақ уақыт қабылдаған кезде цирроз ауруына шалдығатын ағза мүшесін атаңыз. Бізде бауыр цирроз деген ауруға ұшырайды, егерде организм шектен тыс этил спиртін қолданатын болса. Ағзаны цирроз ауруына шалдықтыратын химиялық қосылыс және ол неліктен цирроз ауруына шалдықтырады? Бұл бізде сіркеальдегиді бауыр клеткаларының жұмысын бұзып, қызметін тоқтауға ықпал жасайды. Достар, осымен біздің жарты саны математика бағытындағы 10-шы сыныпқа арналған 90 бойынша жиынтық бағалауымыз 4-ші 90-дік аяқталды. Видеоның толық санына дейін қарағандарыңызға үлкен рахмет. Достар, егер де сіздерде араларыңызда келесі жылы енді тапсыратындарыңыз болса, я болмаса жалпы 10-шы сынып бойынша түсінбеген жерлеріңіз болып жатса, басқа сыныптар бойынша түсінбеген жерлеріңіз болып жатса, комментарияға жазып өтсеңіздер болады. Немесе бірнеше оқушы жиналып, мысалы 2 оқушы немесе 3 оқушы жиналып, менің описанияда WhatsApp номерінің сілтемесі бар. Сол жерге мысалға саламатсыз ба, осындай тақырыптар түсінбейтін едім деп жазып жіберсеңіздер, мен сіздерге
қолайлы уақыттарда Zoom платформасы арқылы тегін сабақ үйрете аламын, тегін сабақ бере аламын. Ол жерде сабақ 1 жарты сағат көлемінде болады. Сіздер түсінбеген тақырыптарыңыз қайталанады және де сіздерден кері байланыс алынады. Осылай. Енді келесі кездескенше жаңа оқу жылында сіздерге үлкен сәттілік, сау болыңыздар. Жазғы демалыста үлкен сәттілік және де келесі жаңа оқу жылында үлкен сәттілік, сау болыңыздар.